Сәлем балалар, 4 сынып қазақ тілі 103-104 сабақ бақылау диктанты тақырыбы. Бүгін біз өткен тақырыптарды қорытып, бақылау диктантын жазатын боламыз. Диктантты мұқият тыңдап, ұқыпты етіп жазыңдар. Ауылдағы сенбілік. Біздің ауыл өте үлкен. Ауылымызда апта сайын сенбілік ұйымдастырылады. Сенбілікте көшелерді күл-қоқыстан тазалап, арықтарды тазалап, жағада өскен арам шөптерді жұламыз. Есесіне өзіміз таза жерде жүріп, таза жерде ойнаймыз. Әжем үнемі тазалық денсаулық кепілі деп айтып отырады. Әжемнің сөзінің жаны бар. Ауылдағы сенбілік маған қатты ұнайды. Сенбілікке Қайсар, Ермек, Сапар, төртеуміз біріншілердің қатарында жүреміз. Төртеуміз ұйымдасып, қоқыстарды жинап, бітеліп қалған су көздерін ашамыз. Ауыл ақсақалдары мен үлкендері бізге дән риза. Бізге ақ баталарын беріп, алғыстарын айтады. Диктант 72 сөзден тұрады. Тапсырмалар. Жүктік жалғаулы етістіктердің астын сыз. Ауыл сөзін септе. Бірінші сөйлемді сөйлем мүшелеріне талда. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып каналға тіркеліп алыңдар.